бабына сәйкес Шиелі аудандық мәслихатының кезекті 27-ші сессиясы шақырылып отыр. Сессияға аудандық мәслихаттың 15 депутатынан 13-і қатысып, 2 депутат дәлелді себептермен қатыса алмауда. Сессияға қатысып отырған депутаттар саны аудандық мәслихат депутаттарының жалпы санының 3-тен 2-сінен кем емес болғандықтан сессияны ашуға заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Сессия ашылсын деген ұсыныс түсті. Егер өзге ұсыныс болмаса, осы ұсынысты дауысқа қоямын. Аудандық мәслихаттың кезекті 27-ші сессиясы ашылсын. Қарсы қалыс жоқ. Сессия ашылды. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өз басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 11-ші бабына сәйкес аудандық мәслихаттың кезекті 27-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Аудандық мәслихаттың кезекті 27-ші сессиясына аудан әкімінің орынбасары Алмат Әбдіәзизұлы, мәслихат аппараты, аудандық бөлім басшылары, кент және ауылдық округтың әкімдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 25 мәселе қаралған болатын. Сессияның күн тәртібі қолдарыңызда бар. Осыған орай күн тәртібін тұтастай дауысқа қоямын. Бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетін естеріңізге саламын. Құрметті әріптестер, енді сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының есебі туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Аманжолов Ғабит Сейілбекұлына беріледі. Құрметті төраға, тұрақты комиссияда талқыладық қой, бұның алдында да жұмыс топпен талқылағанбыз. Жаңа сұрақ жауаптар болса, қойған сұрақтарға қай жауап бермей, болмаса жазбаша түрде бере ма? Жаңа газ мәселесіне байланысты осы жерде жауап берем деді ғой. Қодаманов ауылында 158-ші мектеп, Ақмай ауылындағы нөмір 49-ші мектеп, Қодаманов ауылындағы Ақбода балабақшасы, Жақайып ауылындағы Балдырған балабақшасы және Шиелі кентіндегі Жада балабақшасының қазандық ғимараттарының құрылыстарына жобасы бойынша жоба сметалық құжаттама әзірлеп және ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысын алуға аудандық бюджеттен 39 миллион 148 мың теңге қаржы бөлінген. Бүгінгі мемлекеттік сатып алу конкурстары жарияланып тұр. Жарияланып тұр ма? Жарияланып тұр ма? Кім дейді? Мониторинг топ. Жоқ, сатып алуға байланысты кім? Мониторинг жасалады. Маратжан Асқарбекұлы бар ма? Мониторинг алдайын ба? Алдыр. Енді 2 жыл болды ғой, бір 5 мектепті көшіре алмай жүргенімізге. Смета емес, сараптамаға кіргізу ғой. Жоқ. Бұл қаржы бөлінген, сметаға бөлінген. Бұның кешіккені өткенде облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасы кері қайтарып, облыстық жағы облыс әкім орынбасарының төрағалығымен техникалық кеңеске осы құжаттарды салу керек деді. Сол техникалық кеңесті күтіп отырдық. Техникалық кеңес өтеден бір күн бұрын барып дәлелдеп, бұл жаңа объект емес, бұл ескі объекті, бұл бұғазанды ауыстыру деп соны дәлелдеп, сосын барып салдық. Конкурсқа жобалық сметалық құжаттарын дайындауға конкурс салынды ма, жоғарда құрылыс монтаж жұмыстарына ма? Жоба сметалық. Солай айтсаңыздар, жоба сметалық. Оқып тұрмын, жоба сметалық. Әлі ПСД-ға салып отыр, бұл ертең бітеді деп отыр. Әлі одан кейін қаржы бөліну керек. Әлі қаржы бөлінбеген. Бұлар обязательно экспертиза өтеді. Күздігін қосып берем дедіңіз. Қалай болсын? Жобалық сметалық құжаттары қаржы бөлінді. Соған конкурс жарияладыңыз. Әлі құрылыс монтаж жұмыстарына біткен жоқ па? Енді бұл газдың проектілері тесіктеді. Ғабит Сейілбекұлы, өткенде мобильдік топпен Алмалы мынау Жақайып ауылында болдыңыз. Сонда сізге сұрақ қойылды. Осы қазан айында Балдырған балабақшасы
толық газге қосылады деп уәде беріп кеттіңіз ғой сіз. Сіз алманы айтып отырсыз ба? Сіз бірдеңе айтып отырсыз. Жақайып деп жатырмын. Жақайып ауылының балабақшасын соның проектісін қазір жасап жатыр. Ойбай, жаңағы мемлекет сатып алып жүріп жатыр. Мемлекет сатып алу қорытындысымен проект. Сіз жаңа тұрақты кеңесте 6 мекемеге не жүргізіліп жатыр дедіңіз ғой сіз. Біз 6, мына 5-еуі бюджеттен бөлінген, 1-еуі вне бюджеттен демеушілікпен. Енді мына 5-еуіне қазір конкурс өтіп жатыр. Мемлекет сатып алу жоба сметалық құжаттамаға. Ускоренный варианте сентябрьде үлгеруге болады. Орада менікі бөлек БМК қоймайтындарды тез бітеді. Мынау нені жағы пештің ішіндегі жағы несін ауыстыру, соляркіден газға ауыстыру тез. Тек форсункілерін ауыстыру ғой. Иә. Неге? Жоқ, атабелі сезонға үлгеруге болады. Үлгереміз. Енді былайынша құрметті депутаттар, басқа нәрсе жасамасақ та осы аталған әлеуметтік нысандарды газға Біз өзіміз осыларды отопительный сезонға қосуға жоспарлап отырмыз. Алмат Әбдуәзизұлы, өткенде осы екі комиссияның бірлескен отырысында осыны біз талқылап, егер мынау сұйық отын мен қатты отын мен жылтылатыннан ауыстырсақ газге қанша бюджетке ақша қалады екен. Бір мектептің жылу қазандығынан, сосын Ағмаяға ең бірінші ауылға газ кірген ауыл, Төңкерістің мектебі жылына 500-600 тонна көмір жағады. Есептей беріңіздер. Ал сұйық отынды айтпағанда, ол сұйық отын олардан 2 есе қымбат келеді. Болмаса 10 есе қымбат. Мысалы Байсын ауылда бар. Қанша не? Сол үшін біз Алмат Әбдуәзизұлы бұны шырылдап айтып атқанымыз осы. Менде ұсыныс бар. Мысалы, мектеп, басқа да ғимараттар салып жүрген мердігерлер бар. Соларды өтініш айтып, соларға жасатып, мысалы, жоба сметаға байланысты. Кейін ақша бөлінгенде, кейіннен төлеп берсе бола ма? Мысалы, ускоренный варианте деген Болады. Иә. Сол жаңағы жылу қосатын неге дейін, сезонға дейін ше, мерзімге дейін. егер ондай жеке жаңағы демеушілер есебінен дейміз ғой, ондай смета жасайтын болса, ол әрине процесс 3 есе, 4 есе, даже 5 есеге шейін жылдан болады. Қаражатты да сол кезде ертерек бөле аламыз. Мысалға, ертең майда сессия өткіземіз деп отырып, сондай демеушілер болатын болса, ол әрине құбақ. Смета жасалынып жатыр ғой. Уже неде тұр ғой, сатып алуда. Уже сметаны мемлекет жасай береді ғой. Ары қарай қондыруды айтамын мен. Қондыруға тағы ақша бөліп, ол 25-те қалып строительно-монтажный работалар ма? Жоқ, конкурс болады. Жоқ, ол міндетті түрде конкурспен кетеді ол. Биыл мемлекет сатып алудың өзгерісіне сәйкес конкурс тез өтіп жатыр қазір. Баяғыдай бір ай қаралмайды. 15 күн. бір көзден деген болмай ма деген. Жоқ, ондай жоқ. Енді одан бөлек тағы да жаңағы басқа мектептерде айтылып жатыр ғой. Жаңа кеше 6 ауылға газ кірді, бізде 24-те. Сол ауылдардағы сондай кәсіпкерлер болатын болса, ол құпталады ондай нәрсе. Бірінші кезекте жаңа қаражат бөлуге бізге ыңғайлы болады. Иә. Так, енді осыны жылдамдатайық. Енді екінші бір сұрағым, өткенде аудан әкімінің атына мен сауал жолдағам, мынау жаңа тұрмыс ауылындағы көпірге екі бетіне жол кедергісін қою жөнінде. Сіз сол кезде уәде бергенсіз, осы 21 деген аламында сояққа апарып орнатып саламын. Оған конкурс өткізбейміз деп уәде бергенсіз. Сол жұмыс не болады? Мен күтпеймін, Ғабит Сейілбекұлы. Халық күтіп жатыр оны. Енді соны алайықта, енді барып алдырмай жатыр. Басқа жақтан да алып жатырмыз, жинақтап жатырмыз. Енді ол бюджеттен тыс болғаннан кейін мына шелдегі алғандар жинап жатырмыз. Қоямыз дедік қой, қойып береміз ғой. Бірақ бір күн деген ағайындар шамар қиын болады. Құрметті төраға, бір ұсыныс бола ма? 5 күн ба, 10 күн ба бірден мәселе шешу керек қой. Бір жұмсайтын кәсіпкерлер келсін. Құрметті төраға, бір ұсыныс бола ма? Жаңа Байсын деген ғой енді. Биыл Байсын атамыздың 190 жылдығы күзде ауқымды көлемде бір аталайын деп отыр. Соның жолымыз әлі қалпына келген жоқ та, оны 2-3 рет көтербек ол мәселені.
жол дұрыстала ма екен, ол жоспарда жоқ, жаңа тағы бір қарап өтемін. Жол Байсынның жолы бар. Байсынның жолын біз алдыңғы жылы проектін жасап қойғанбыз. Полностью капитальный ремонт, жан-жағына освещение қойылады, 6 остановкасымен. Соған бюджеттік заявка беріп қойғанбыз. Былтыр 34 миллион бергенде біз отказ бергенбіз. 34 миллион біз не істейміз оны, бұл ұстап қарап отырмыз деп. Енді қаралып жатыр. Осы бюджеттен болса бірінші соған түсуі мүмкін ақша. жаңа 0,3 айтып жатсыз ғой. Иә. 137 миллион болу керек. Капремонт. Байсынның ішкі жолына да смета бар емес пе бізде? Иә, 0,3 километрге де бар, ішкі жолына да смета бар. 0,3 километрді. Так. Менде бір сұрақ бар Ғабит. Бар я жоқ дейші, сосын болды. Арманға айтпай қойшы. Мынау былтыр біз әкім бәріміз күзде бардық қой. 24-ші жыл күзде барған кезде халықпен кездескенде Алмалыда сол жерде біраз үлкен кісілер саған айтқан, өтініш айтқан, сол әкім сен орындаймын дегенсің. Мынау 20-ші разъезден бұрылатын бар ғой, анау аяғы Пекинге. Сол жерде Алмалы деп жазуды қойса екен деп айтқан. Сен айтқансың, Құдай қаласа жақында қоямыз деп. Қазір енді не болды, наурыз айы болды ғой деймін да, ертең 6 айлықты тағы шығып жүрмеймін алдынан осыны. Қоя ба, заңды ма, заңды емес па, соны айтып бірден айтшы, болды, ұзатпай. Алма, ана үлкен трассаға батыс Еуропа, батыс Қытайға қоймаймыз. Біз өзіміздің жолымызға қоямыз. Онда да мына конкурс 90 км жеңімпаз шықты. Қазір жағы не болып жатыр, 3 күндік жағы бір-біріне шағым түсіп жатыр, обжалование біткеннен кейін жағы мердігер істеп береді соны Алмалы деген. Орылғаннан кейін қоямыз, ана қоймай дегенбіз. Хорошо, оны қойшы ба. Енді соны ауыл әкіміне айтпайсыңдар ғой Өмірәліге. Омарханға деймін. Омархан мына жерге қоюға болмайды екен, заңсыз. Біз мына жерге қоямыз деп алсаң болады. Кеше мысалы кейбіреулер сұрап жатыр, баяғы табличка не болды? Әкімге иә деп еді, собой хабарсыз кетті ғой деп. Сол сияқты ғой енді. Жоқ, анау оқшын поворотынан бұрылғанда. Негізі Ғабит Аманжол, барлық жұмысыңыз ауыр, түсініп тұрмыз. Өте күрделі сала бұл сала. Сұрақ таусылмайды. Қазір біреуін шешеңіз, ертең 3 жұмыс шығып тұрады. Бірақ, сізге бір ұсыныс, әр сұрақтың артында, әр мәселенің артында қаншама адамның несі, жауабы тұр. Өйткені осы отырған депутаттардың барлығынан сұрайды. Ал мен айтып жатырмын, сіз жеңіл қабылдап, жеңіл жауап беріп жатсыз. Ертең, мысалы, Байсын ауылынан адамдар өткенде маған 10 адам арыз жазып келген, қабылдауыма келді. Мен ынты-шынтымен аудан әкіміне хат жаздым. Бұл кісілер сізге жүктеді. Сіз мына жерде жеңіл жауап беріп тұрсыз. Сосын, мысалы, жаңағы айтып жатқан газ мәселесі де өте күрделі. Қайта білім бөлімін Дәуренбек Ербекович келді ғой, ер азамат, қайта пайдаланып, бұл жүгіріп сізге құжат дайындасып, бірлесіп жұмыс жасасаңыздар, бюджетке қаншама ақша үнемделетін еді. Сол үшін айтып жатырмыз. Әйтпесе бізде сіз сияқты жеңіл болып, мына жерде жеңіл болып жүре берсек, өміріміз не болады? Бүгін ғана бір передача көрдім. Дінмұхамед Қонаев кім десе, қазір оқушылар білмей жатыр. 9, 10, 11 оқитын балдар білмей жатыр. Біздің болашағымыз ғой. Осы отырғанның барлығы сондай үлкен мәселемен отырмыз. Сондықтан құрметті әріптестер, барлық бөлім басшылар, кірдіңіз ба, трибунаға шықтыңыз ба, өз-өзіңізді жинақтап, дұрыс тұрып, сұраққа нақты жауап беруді үйренейік. Осыған келісейік. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген, толықтырылып, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс бар ма? Жоқ. Рахмет. Рахмет, күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша
жасөспірімдердің құқық бұзуы, ұстаздардың білім сапасы, ұлттық тесттің қорытындысы, оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастырудағы материалдық базаның жағдайы жөнінде аудандық білім бөлімінің есебі жайлы нөмірі 504 шешімнің орындалу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық білім бөлімінің басшысы Нәсібек Дәуренбек Ердібековичке беріледі. Құрметті төраға, жаңа біз егжей-тегжейлі қарадық қой, сондықтан осыны дауысқа салсақ. бір сұрақ бар, ұсыныс бар еді. Хорошо. Енді жаңа кеше екі комиссияда қарадық, тұрақ кеңесте қарап жатырмыз. Енді ол үлкен сала ғой, күрделі сала бұл да білінбеген. Жаңа өтке сындар айтылып жатыр, жаңа Байғу мектебі туралы, Ақтоғай мектебі бар. Ол таусылмайды әрине. Енді бұнда жасөспірімдердің тәртібіне байланысты кеше ата-аналар жауапкершілігін көтеру, соған басты назарда жұмыс істесе деймін да. Қазір қай кешке жақын бір отырыстағы бір жерге барсаң, қай ресторанға, тойханаға барсаң, мектептің оқушылары қызмет істеп жүреді. Енді қарсылығым жоқ, күндіз істесін, ата-анасын бірге істесін. Еңбекке баулу шығар ол да. Түнгі уақытта ішкі ішеді, әртүрлі әңгімелер айтылады. Соған енді сіздер рейдтер жасаймыз деп қанша айтып келе жатырмыз. Ол біздің балалар болашағымыз ғой. Ол не болады? Балаға еліктейді. Ол жаңа подростковый бозбала кезі ұшып қонып тұрған балалар. Қыз бала болсын, ұл бала болсын. Соған енді жанашырлықпен ана әр класс жетекшісі ма, мұғалімдер ма, әр бала мұғалімге 5-10 баладан келеді ғой, соны сөйлесіп, ата-анасымен сөйлесіп, әлеуметтік жаңағы пакеттер, әлеуметтік карталары бар ғой әр ауылдың. Кім қалай тұратын бәрін адам зерттеп бетіне баспаса да белгілі ғой енді. Класстарда сондықтан соған басқа жұмыс істесе, рейдте жүргізіп тоқтатпаса, біз айтамыз қазір, 5-6 күн рейд болады, флешка жинаймыз, суретке түсеміз, жаңағы видеоға түсеміз, соған фотоотчет қалады сонымен. Қарап отырсақ, ол біздің міндетіміз ол, азаматтық міндетіміз. Сіздер жалақы алып отырсаңыздар, әрқайсымыз азаматтық міндетіміз ол, кім болса да. Соған басқа жұмыс істесек. Мұрат Өскенбайұлы, ұсыныс айтып жіберсем, кешегі енді тұрақты кеңесте Болат Мұрбайұлы жақсы қозғап кетіп жатыр білім саласын. Тексеру барысында да сіздер жаңа шырылдап айтып жатқан мектеп инспекторлары, біз барған сол 4 мектептің біреуінен ғана алдымыздан шықты. Жалпы енді кеше өзіңізде жиналыста болдыңыз, полиция департаментінің өзінің мамандары, олардың айтып отқан бізде маман жетіспейді қойып беретін деп, ол жақта өзінің ұсынысын айтып сізге түсіндірме жұмыстарын жасап жатыр ғой. Енді менде бір ұсыныс, құрметті әріптестер, құрметті депутат ағалар. Мынау білім бөлімі облысқа қарайды деп қарап отырмай, бізден де мүмкін сол жаққа хат жолдаса қалай болады? Департаментке де, өзіміздің атымыздан да қозғасақ мүмкіндікке сол кезде әр мектепке инспекторды қойып бере ма? Енді білім саласында өте қиын жағдайлар болып жатыр. Кеше 127 мектепті қозғап өткен өзінде осы 6 айлықта соңғы 3 пышақтау, суық қаруды мектепке алып келу балдардың арасында өте қатты өршіп тұрған жағдай. Бұл жай ғана осы жерде айтып кетіп қалатын дүние болып тұрған жоқ. Сол үшін бізден қозғау керек сияқты. Ұсыныс осы. Сол енді қанша заңдылық сол көтереді, солайша жұмыс жасасақ. Так, бұл да бір күрделі мәселе ғой енді. Бір жағын шешең, бір жағы шығып тұрады. Сондықтан құрметті депутаттар, бұл мәселенде тұрақты комиссияның бірлескен отырысында қаралды ғой. Шешім жобасы сіздерге берілді. Осы шешім жобасы толықтырылып, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 3-ші мәселе бойынша аудандық мәслихаттың әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның есебі жайлы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз аудандық мәслихаттың әлеуметтік мәселелер жөніндегі комиссияның төрағасы Сыздық Болат Мөбірәкұлына беріледі. Құрметті төраға, біз таныстық, дауысқа қойсақ. Құрметті депутаттар, бұл мәселеде сессия алдында тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында қаралды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 4-ші мәселе бойынша Шиелі кентінің 2025-27 жылдарға арналған бюджеті туралы аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 25 желтоқсандағы нөмірі 25-2 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Шиелі кентінің әкімі Өміралы Амангелді Шералыұлына беріледі. Өміралы Шералыұлы өзгерістерді кеше берілген, соны ғана айтыңыз.
Қысқа нұсқа. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар, әріптестер, жалпы барлықтарыңызды бүгінгі амал күнімен және оразаларыңыз қабыл болсын демекпін. 2025 жылға арналған бюджет түсіндірме жазбаны түсіндіріп өтетін болсам, аудандық субвенция есебінен автомобиль жолдарын реконструкциялау жұмыстарынан 280 миллион теңге шегерілуде. Атап айтатын болсақ, Шиелі кентінде Яссауи мен Әбдікәрім көшелерінің автомобиль жолын қайта жаңғырту жұмыстарынан аудандық бюджеттен 740 миллион 476 мың 800 теңге бөлінуде. Атап айтқан аппарат шығындарына 10 миллион теңге, мемлекет орган күрделі шығыстарына 18 миллион 400 мың теңге, елді мекендегі көшелер жарықтандыру бағдарламасына 43 миллион 973 мың теңге, елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету бағдарламасына 60 миллион теңге, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 475 миллион 478 мың 800 теңге. Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауыл округтерде автомобиль жолдарын жұмыс істеуін қамтамасыз ету бағдарламасына 15 миллион теңге, кент аумағында автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге 100 миллион теңге, кент аумағында автомобиль жолдарын орташа жөндеуге 17 миллион 625 мың теңге, кент бюджетінің жыл басындағы бос қалдық 20 миллион 23 мың 300 теңгені бюджеттік бағдарламаларға қайта бағытталуда. Атап айтқанда, елді мекендегі көшелерді жарықтандыру бағдарламасына 12 миллион теңге. Үздіксіз күту ұстап жұмыстары ғой. Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру бағдарламасына 8 миллион 23 мың 300 теңге бағытталуда. Бағандарды қораларды сылау жұмыстары айтылатын болсақ, жоғарыда аталған қаражаттарды нақтылап берулеріңізді сұраймын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Депутаттар, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ бар. Мына жерде өткенде де айттық, мына қатты қалдықтарды сатайтын полигон бар ғой. Бұл сіздердің баланстарыңызда ғой, сіздің баланста ғой. Оған қандай жұмыстар жүріп жатыр біріншіден. Сосын мына бөлген 60 миллион теңге жете ме тазалыққа? Ол өткенде сессия тазалықты шақырып ек, тазалықты ұтып алған кәсіпкер, ол өткенде келген жоқ. Содан кейін мына былтырмен депутат сауалнама жазып, Шілманов көшесінен балалар ойын алаңын салуға. Содан кейін уәде беріңіз, Молдағұл Қали Мұратов көшесінен аяған жаңағыдай асфальттап береміз деп уәде бердіңіз. Молдағұлова көшесінде жаңағыдай жарық орнату керек. Өткенде бүкіл қоқыс полигон айналды ол жердің бәрі. Кеше дәл осы жігіттер бар жинап жүр соны біртіндеп. Өзіміз жинаймыз соны. Сол жинамас үшін алдын алайық та. Соған мына жерде жоқ. Былтырдан айтып жатырмыз. Үшеуіне. Қоқыс полигоны сосын. Жөнінде барғанда жаңағыдай ақша сұрайды. 30 мыңға 40 мыңға әр КамАЗ машинаны. Оғылайсыңдар. Сенімдер басқарып алса, талап қойыңыздар. Ана стихийный адамдар кіріп, өзі стихийный жұмыс істеп жатыр. Цех салсын, болмаса сұрыптасын, болмаса рекультивация жасап, көміп отырсын, өртеп отырсын. Енді алып мен сен басқарып алдым деп, тек кірген көліктен ақша алмау керек қой. Болмаса біздің мемлекет қызметкері жинап берген қоқысын тасып ақша алмау керек қой. Түсінікті сұрағыңыз. Бұл полигон жөнінде жаңа өзіңіз айтып отқандай Ербол Жеңісбаев сенімгерлік басқаруға алған. Ол кісімен жалпы жиналысымызды жасап, оған түсіндірме жұмыстарын жасадық. Біздің кенттен шығып жатқан осындай қоқыстардың барлығын тегін ішіне кіргізуге оған түсіндіріп айттық. Жалпы негізі әркім өзінің үйінен шыққан, болмаса басқа мусорлардан ол шығып апарып төгуіне ақша алуға құқылы жалпы. Енді оның барлығы мен басқа жерде жинадым апарып төге бердім. Тариф қайдан алды? Қалай тариф алды? Өлшеп ала ма? Тарасы бар басында? Сатып алса керек пе? Өңдейтін болса ары қарай. Тарасы бар. Оның өзімен де тағы ары қарай жұмыс жасаймыз. Сіздің айтқан ұсыныстарыңызды алдағы уақытта сізге тағы да жазбаша түрде беретін боламын. Өткенде сессия шақырғанбыз ол кісіні, келген жоқ. Бүгін сессия келу керек қой. Оны кенттің тазалығына. Не келмейді ол? Молдағұлова көшесі бойындағы жарықтарды сізге өткенде уәде еткем. Ол уәдемде тұрып, осы жылы жаршылыққа дейін орындап беремін. Ойын алаңы бойынша былтыр біз жерді сіздер Шілманов көшесіндегі балабақшаның ішінен ұсынғансыздар. Балабақша облысқа қарағандықтан ол жерін біз бере алмаймын дегендіктен ол ойын алаңды біз 48-ші мектептің алдына жасауға тура келіп, сол жерге ауыстырып жасадық. Биыл осы ұсынысыңыз бойынша енді бағана өзіңіз шамалы мотивация беріп жердіңіз ғой. Құрметті кент әкімі, ол Шілманов көшесінің тұрғындарынан түскен өтініш. Түсініп отырмын. Түсініп отырмын. Ол жаңа
балабақша болса біздің ауданның кенттің балаларын тәрбиелеп отқан осы кенттен сіз кенттің әкімісіз ғой, сол кішкентай бір 6 жер ала алмайсыздар ма? Хат бердіңіз облыстық білім басқармасына. Аудан әкіміне хат берейік, мәслихатта хат берейік. Қалай ол? Басқа мемлекеттің адамы бала. Ол жер бос жатыр, шөп өсіп кеткен. Ол жерге ойналан салып жатсың, біз жеке ешкім бір дүкен салып жатқан жоқ бұл жерге. Биыл ол жұмыс бермей жатыр деген не ол? Практикамыздан өтті. Біз 270 мектептің қорасын ішіне салып бердік биыл Ақордадан екен. Сол секілді биыл Шырманов өзіңіз айтқан Шырманов көшесінде балабақшаның ішіне салуға жұмыс жасайтын боламыз. Жаңа Қамызда Айдарұлы ағамыздың көтеріп отқан үлкен мәселе ғой, бұл күнде көтеріліп жатыр негізі. Енді менің мынадай сұрағым бар. Біз ауданды тазалаймыз. Оны мердігер ұтып алды. Ол ана полигонға барып төгіп жатыр. Сол полигонның маңайын кім тазалайды өзі? Мен күнде өтемін ана тек қана ол полигон маңайы аймақ басшысы бірден қарғалыға барған кезде тазаланады. Сонда біздің мақсатымыз мусорды мына жерден алып, ана жерге тастап басқа жерге шашу ма, әлде ана мердігердің ол міндетіне жата ма? Маңайын тазалап ұстап отыру. Мердігердің міндетіне жатады. Мердігер тазалайды, алдағы уақытта оны өзіміз қадағалайтын боламыз. Бүгіннің өзінде де бір журналист қыздан фотосуреттер келді. Осы жөнінде оған мәлімет жібердік. Азаннан бастап соны қадағалаймыз. Енді мен сол жердің сол ауыл тұрғыны болғаннан кейін бізге әсіресе анау ішкі неге Facebook каналдарына, то есть WhatsApp желілеріне бізге жазады. Мынаған как будто жаңа кесім сұраймын, олар ауылдың азаматтары жаңа әкіммен депутатқа соны бүкіл мәселе шешіп тастау керек сияқты болып тұрды. Ананы алады да, мысалы, кім маған жауапты, депутат қайда қарап отыр, әкім қайда. Былай қарасақ, дәл сол полигонға менің де ауыл әкімінде мысалы үшін ешқандай қатысы жоқ қой. Оған мысалы үшін жауапты мердігерлер бар, жауапты мекемелер бар. Мұхаммеджан аға, бұны міндеттейтін боламыз өзіне. Сіз мүмкіншілік болса ертең барып көріңізші соны. Бүгін көріп келдім. Көрдің ба? Иә, міндеттейміз. Өткен былтыр мен Ербол Яқұлұлына былай ұсыныс айтып едім. Сіз ақыры соны өзіңіздің шефтіңізге алдыңыз, ана соны қоршауын бір 50 мың теңге шығарып бірдеңе краслеп тастамайсыз деп. Ол да аудандағы жалғыз полигон мысалы дам емес қой 50 мың теңге. Бірақ әпеден болып көрініп тұрады ана жер. Оны кезінде мысалы өзің білесің, қалай солай істелді. 2 марта несі құлап, 3 марта қайтадан серткені істелді, бірақ соны кезінде сметаға қойылмады ма, әлде де қазір қою керек қой, соны краслеп қояды да әжімлеп. Ол полигон болса да ауданның бүкіл санитарлық тазалығына жауап беретін ең бірінші жер сол ғой. Сонан кейін сіздер ойламаңыздар, ол жерде тек қана полигонда, ол жерде мықты бизнес жүріп жатыр. Мықты бизнес жүріп жатыр ол жерде. Мен сізге айтайын, ауылдың, біздің ауылдың жарты жұмыссыздар сол жақта мысалы, үлкен бизнес кіргізбейді bütün адам, сіз барсаңыз кіргізбейді жерге. Ол жерде мықты сатёр болып жатыр. Мықты сатёр. Ішіндегі баклажка, целлофандар күнде 2 газет тұрады. Ау, өтсе Шымкентке. Білмейсіз ба? Ой, мықты ақша қанағы ол. Бәрі кәдімгі сортировать. Ана жерге кәдімгі ана перекресток қоршаулық нелер қойып қойған. Үнемі осы тазалықты айтамыз, талқылаймыз. Сол дұрыс жұмысын атқармайтын болса, ұсыныс келтірейікші. Сондықтан шынымен ол тазалығына қарау керек. Рахмет. Жоқ, осылар неше сессияда да қозғалады осы нежайды. Апсалыққа дейін бір ескертпелер бірдеңесі бер, болмысы кесіп жатырмыз, басқа да мы? Сөйтейік, сол назарға алдыса. Құрметті депутаттар, Субот сайын бүкіл мектеп, мекемелер көшеге ешіп жүр, мусор тегіп. Болмаса атайлыққа дейін сендер ескертпелер, басқа да. Амангелді Шералұлы, жауап беріп жіберіңіз. Бұны бірыңғай шешейік те бірыңғай шарақта. бұл кісінің шарасы, енді бұл кісінің ай сайын алатын қаражатын мен бермеуге құқылымын, ол акт өткізген кезде. Жалпы енді өздеріңізге көзге де мәлім болды, бұрынғыдан сәл ілгері келе жатырмыз. Халықтың санасы, халықтың көз қарасы шамалы үйреніп жатыр ғой. Ары қарай да шамалы емеп жүрсек дұрыс болатын шығар деген ойда жұмыс жасап отырмыз. Негізі контингент берілді ғой. Қатысып болсын болмасын. Любой вопрос, мысалы, бір адамда бір адамға не істейді. Өзі тұрып жауап береді ғой, шамалы тәк келген тұру керек қой. Білім саласы қарап отырмыз, бір мектеп директоры жоқ.
бөлімдер бар, мысалға мекемелер бар, связь бар, почта бар, бәрі жағын осы. Әйтеуір біреуінің сұрақты туындайды. Контингентті онда ақылдасып ұсынсаңыз. Кеше өткенде тұрақты отырып неге айтты да осы нені шақыру керек деп жоқ көмекті ербол сессияға қатысу керек. Келер сессияға қатыстыратын болған. Бұл жерде қазір құрылыс жоқ. Көш жоқ. Так, негізі депутаттардың ойы кім? Амангелді Шералыұлы. Осы Шиелі кентінің тұрғыны өзінің үйінің мусорын жинап, машина жалдап апарған кезінде тегін қабылдап алса деген мәселе. Өзінің үйінің мусорын апарып тегін бере алмайды, өзінің үйінің мусорын апару үшін ол келісімшартқа отырады. Келісімшартқа отырғаннан кейін апара алады. Өйткені күнделікті өзінің аймай төлейтін жарнасы бар, соны төлеп отыру керек. Амангелді Шерәлі, мен сізге бір нәрсе айтайын. Өткенде де айтқансыз. Мынау біздің көршілер бар, таныстар бар, өзіміз бар. Мынау неге кірік полигон кіретін кезде мысалы 2700 теңге алады. Кішкентай прицепке 2 куб болмаса 2 тонна деп. Я жаңа айтқандай Қалмырза Айдарұлы айтты, я тараз шық, я басқа шық, бол квитанцияны береді, ананы төге бер дейді, болды. Енді қасымдағы көршілердің барлығының прицептері бар. Білесіз ғой енді, кілең жаңа неде істейтін, компанияда істейтін жігіттер. Олар айтады, дәл өйстіп ала беретін болса дейді да, егереге бар дейді да, ойға полигонға барып. Басқа жерге төге саламыз дейді. Басқа жерге төккенде де, мысалы ол Нартай жаққа апарады, Авангард жаққа апарады, болмаса гиганттың ар жағына апарады. Қайттан сояға төге салады. Түнде аппаратта төгеді. Не істейсіздер ал? Сондай болып жатыр ғой енді. КамАЗда 45 мың теңгеден былтыр талқыладық қой осы мәселені. Әлі сол күйінше тұр. Көшенің қуыс-қуыстың бәрі мусорға толып. Қайта рахмет айтпайсыңдар ма? Біз оған кеше былтыр тарифін көтеріп бердік, жақсы. Дұрыс па? Енді қазір мен айтайын, Сейтен көшеде тұр, ящиктері дал-дал шыққан. Соны дұрыстасын да. Енді Әйтеке би көшесі, Жамбыл көшесі, Исап көшесі. Мусорға келісіп кетіп отыр. Қай жерге апарып төгіп тастаймыз? Ящик салады, ящик жоқ қой. Мен үйімнен 2 шақырым жерде. Кім апарады оған? Мен күнде көремін, машинамен келеді, түнде келеді да. Бір багаж тастап. Мен өзім жинап шығарып, жаңа ақшасын беріп шығарып тастаймын. Мен көшеге тастап, ит тартып кетеді. Көшеге ящик қоймайды. Ящик жоқ қой, былтыр ящикке қанша ақша бөлінді осы жерде. Өйтеміз деп өйтеміз, сеткілейміз дедіңдер, өйтіп бетін жабамыз дедіңдер, автоматика ашса жабады. Біреуі жоқ қой. Сол кәбін суретін жіберейін саған кешке үйіне. Адам ұялады ящиктерден. Ана жігіттерге рахмет, соны салып жүрген қайта, соны алып ше. Басқада болса, лақтап жібереді күрегін ана. Шамал сондай, ұтып алып, шамал жұмыс істесін де, талап қою керек. Мен ұттым болдым деп. Қазір айтасың, ол сыртымыздан балағатай, ол анау, мынандай деп. Алды ма істесін, талап қою керек. Ұсыныстарыңызда нәтиже шығарам, жұмыс жасаймын. Неге протоколға енгізіп қою керек осы контрольдеу керек. Енді басқаша шара қолдануымыз керек. Бұлайда Амангелді Шерәліұлы, сіз жаңа дұрыс енді заңдылығында бұл анаған кіру керек, оның ақша төлеу керек. Бірақ сол төленген ақша оның лишний қалтасын түсіп жатыр ғой, мысалы сондықтан көп деп бармайды. Күнде өтемін. Аптасына мысалы үшін бір прицеппен ғана барады да, мысалы ол да жақсы адамдар үйіне мусор тастамайды ғой, көшеге тастамайды. Сол тегін қыла салайық та, ештеңе кетіп жатқан жоқ қой мысалы үшін. Өйткені олай қылмасақ, біз тазалықтан айырып қаламыз ғой. Бұға дұрыс деген айтып отқан. Енді ол заңмен жүрген ма? Ол сыйлықта жұмысы заңмен кексін. Көрсе көрсе, бұл заңмен жүрген көреді. Шынында ана жер ауырып ошағы, адамдар күзде права бар. Инфекция алып келесің бе? Түсінікті. Бір адам регистрация жұмыста қабылдасын, жаңағы сен медицина сақтандырып төлесін, салықтар төлесін, сосын кірісін. Адамдарда кіргізіп отыр, қандай жағдай? Құрметті ағалар, бұл жерде мен сіздерге қазір тегін кіргізіп беремін деп құрғақ уәде бермей, осы жұмысты артына дейін апаруға мүмкіндік беріңіздер, соған жұмыс жасайық. Солай болсын онда. Болмаса тарифін өзгертейік та. Кім Амангелді Шерәліұлы, сіз нақтылап менің атыма хат жіберіңіз, мен сосын өзіміздің неміз бар ғой, чатымыз соған саламыз.
түсінікті. Депутаттар осыған келісеміз ба? Иә, сұрақ енді қойсақ қазір отыра береміз, уақытта біразға кетіп бара жатыр. Құрметті депутаттар, кішкене бір сұрақ қойып иә. жіберейінші. Нарда кенттегі ше Амангелді Шералы өткен жолы өзіңіз айтып едіңіз, анау арықты тазалауға 6 миллион қойып отырсыздар ғой, мынау базар арығына лоток қоямыз деп, сол жұмыстарымыз не болып отыр? Базар арығына лоток қою, жалпы өзіңізге де түсіндіріп айттым, бұл Қызылорда табиғат ресурстарында былтыр сметалық жұмыстары бәрі бітті. Биыл өткенде осы аудан әкімінің орынбасары Бағлан Жанғалиұлымен бірге аралап көріп, биыл жұмысын бастаймыз деген уәде беріп кетті ол кісілер. Ал біз биыл көктемге дайындық қылып ертедік 6 миллион қойып отқанда сағадан бастап бүкіл осы базар мен байсаны тазалаймыз деп соған қойып отырмыз. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе бойынша енді мынау мәтінді оқып отырмайық, 5-6 мәселе деп айтып кете берейін, құрметті депутаттар. 25-те 3 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ағмай ауылдық округінің әкімі Бейсенбаев Ғалымжан Қайырбекұлына беріледі. Не алдысыз? Бара қойыңыз. Саламатсыздар, құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар. Ағмай ауылдық округі бюджетінің жыл басындағы бос қалдық 2.210.700.000 теңгесі бюджеттік бағдарламаларға қайта бағытталуда. Құрметті депутаттар, енді ауылдарда тек сол бос қалдықтары туралы ғой? Иә? Жоқ, жеке-жеке қоямыз ғой? Иә. Шешім жобасы алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Алтыншы мәселе бойынша 25-те 4 шешіміне өзгеріс енгізу туралы сөз Ақтоған ауылдық округінің әкімі Ахметов Ержанбек Сүйіндікұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 7-ші мәселе бойынша Алмалы ауылдық округінің нөмірі 25-те 5 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша сөз Әбдікәрім Өмірхан Әбдікәрімұлына беріледі. Құрметті мәслихат төрағасы, құрметті депутаттар. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінде 8-ші мәселе бойынша Бәйгеқұм ауылдық округінің нөмірі 25-те 6 шешіміне өзгеріс енгізу туралы сөз Бәйгеқұм ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Жақыпова Мөлдір Омархан қызына беріледі. Саламатсыздар. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, құрметті әріптестер, мынау күн тәртібін жылдамдатып жатқан себебіміз өткенде сессияда да барлығы айтылды. Қай ауылға қанша теңге берілді, не үшін берілді, қай жұмысқа берілді. Ендігі қалып тұрған мәселе бос қалдық қой, өздерінің ішінара өзгеріс ендіретін. Сондықтан да жылдамдатып жатырмыз. 9-шы мәселе бойынша Бәйтерек ауылдық округінің нөмірі 25-те 7 шешіміне өзгеріс енгізу туралы сөз Бәйтерек ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы Шәкеева Запура Қолдасовнаға беріледі. Саламатсыздар. Менде сұрақ бар. Сұрақ, Өйткені менің округым ғой. Мына жерде елді мекенді абаттандыру және көгалдандыруға 2 миллион теңге дейсіз да, шағын футбол алаңының жасыл төсенсін жаңалауға дейді. Біз жаңалауға декабрьда алып қойған жоқ па деп оны. Тағы да жаңалаймыз ба әлде? Сатып алдық қой оны тұрғын клубтың алдында ол. Дұрыс айтасыз. Солай емес па? Иә. Онда неге маған қосып отырсыздар маған? Запура Қолдасовна. Жылдамдатайық.
Осы желтоқсан айындағы сессияда осы әңгіме болған. Құрметті депутаттар, білесіздер ғой, бәріміз естідік. Сатып алынды, жаңадан ауыстырылды болды ғой. Айта беріңіз. Сатып алған төсеніштерінің жетіспеуіне байланысты тағы да қосып отыр. Осы материалмен контроль болды. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы? Дәуке, қарсыз ба? Қарсыздар ма жобаға? Дауыс беруге қойып жатырмыз. Қол көтерейік. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Рахмет. Күн тәртібіндегі 10-шы мәселе бойынша Бестам ауылының нөмірі 25-8 шешіміне өзгеріс енгізу туралы сөз Бестам ауылдық округінің әкімі Мұрат Тыныштықұлына беріледі. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Рахмет. Күн тәртібіндегі 11-ші мәселе бойынша Еңбекші ауылдық округінің нөмірі 25-9 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша сөз Еңбекші ауылдық округінің әкімі Жүсіп Елдос Айтөреұлына беріледі. Оқиын ба? Дауысқа ма? Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 12-ші мәселе бойынша Жаңатұрмыс ауылдық округінің нөмірі 25-10 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша сөз Жаңатұрмыс ауылдық округінің әкімі Шәкіртаев Балдәурен Тұрсынбайұлына беріледі. Дауысқа қоямыз ба? Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. 13-ші мәселе бойынша Жиделі-Арал ауылдық округінің нөмірі 25-11 шешіміне өзгеріс енгізу туралы хабарлама жасау үшін сөз Жиделі-Арал ауылдық округінің әкімі Әбілдашев Ерлан Шазатұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Ерлан, рахмет демейсің ба? Күн тәртібіндегі 14-ші мәселе бойынша Жөлек ауылдық округінің нөмірі 25-12 шешіміне өзгеріс енгізу туралы хабарлама жасау үшін сөз Жөлек ауылдық округінің әкімі Жолдасбек Мейрамбекке беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті? Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 15-ші мәселе бойынша Жуантөбе ауылдық округінің нөмірі 25-13 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша сөз Жуантөбе ауылдық округінің әкімі Есімов Азамат Ғаниұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 16-ші мәселе бойынша Еркөл ауылдық округінің нөмірі 25-14 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Байділдаев Бақытжан ға беріледі. Ауыздан еқпетті. Шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 17-ші мәселе бойынша Кердел ауылдық округінің нөмірі 25-15 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша сөз
Кердел ауылдық округінің әкімі Ықанов Ғалымжан Шайғұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі 18-ші мәселе бойынша Қоғалы ауылдық округының 25-17 шешіміне өзгеріс енгізу мәселесі бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қоғалы ауылдық округының әкімі Сейітов Ғазиз Мұхамедиярұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Нөмірі 19-шы күн тәртібіндегі мәселе бойынша Майлтоғай ауылдық округының нөмірі 25-18 шешіміне өзгеріс енгізу бойынша сөз Майлтоғай ауылдық округының әкімі Мәмбетов Әбілқасым Әбілдалұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Алла разы болсын. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша Ортақшыл ауылдық округінің нөмірі 25-19 шешіміне өзгеріс енгізу туралы сөз Ортақшыл ауылдық округінің әкімі Ноғайбаев Жақсылық Нұрдинұлына беріледі. Естиміз. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет, құрметті депутаттар. 21-ші күн тәртібіндегі мәселе бойынша Сұлутөбе ауылдық округының нөмірі 25-20 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қажданбек Өгізбаевичке беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібінде 22-ші мәселе бойынша Талаптан ауылдық округінің нөмірі 25-12 шешіміне өзгерістер енгізу туралы хабарлама жасау үшін сөз Тәжиев Хайдар Абдуллаханұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Күн тәртібінде Тартоғай ауылдық округінің нөмірі 25-22 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Ахметов Ақылбек Жүрсінұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. 24-ші мәселе. Күн тәртібінде Телкөл ауылдық округінің нөмірі 25-20 шешіміне өзгеріс енгізу бойынша сөз Телкөл ауылдық округінің әкімі Сәрсенбаев Әлібек Айдарбекұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі 25-ші мәселе бойынша Тұран ауылдық округінің нөмірі 25-24 шешіміне өзгеріс енгізу бойынша хабарлама жасау үшін сөз Тұран ауылдық округінің әкімі Парманқұлов Мақсұт Әзімханұлына беріледі. Құрметті депутаттар, шешім жобасы сіздерге алдын ала таратылып берілген. Шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет. Құрметті депутаттар, осымен 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезекті 27-ші сессиясын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рахмет.